Баршаңызға қайырлы күн. Жаңа жылдық дастарханыңыздың сәнін келтіретін дәмі ауызда еритін меренговый рулет дайындаймыз. Бізге керек кукурузный крахмал, аздаған сахарный пудра, лимон шырыны, 6 жұмыртқа, сиропты пинамбура және үгітілген жаңғақ. 2 ыдысқа осылай жұмыртқаның ақуызы мен сарысын біртіндеп бөліп салып аламыз. Сарысы ақуызға түсіп кетпеуі қажет. Миксер немесе венчиктің көмегімен ақуызды ең жоғары жылдамдықта 3-4 минутта шайқаймыз. Оған сиропты пинамбура мен сахарный пудраны, 1 шай қасық лимон шырынын қосып, тағы да массамызды венчикпен шайқаймыз. Қоюланған кезде кукурузный крахмалды салып, ең төменгі жылдамдықта массаны шайқап, ыдыстан төңкерілгенде ағып кетпейтіндей болуы қажет. Пергамент төселген противенге лопаткамен жайып шығамыз. Үстіне үгітілген жаңғақ үгіндісін салып шығамыз. 150 градуста 30 минут пісіреміз. Таза пергаментке ауыстырып, ескі ыстық пергаменттен босатамыз. Одан кейін пищевой пленкаға аударып аламыз. Ал бізге кремін дайындау үшін сливки, творожный сыр және сиропта пинамбура қажет. Осы 3 ингредиентті масса қоюланғанша миксер немесе венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Кремімізді жағамыз, үстіне джем саламыз. Джемді аздап жақсаңыздар болады, мен сияқты көп жақсаңыздар ағып кетеді. Осылай рулетті орап шығамыз, өте оңай оралады. Қалауыңызша бетін сәндейміз, мен қалған кремді жағып шықтым, сіз өз қалауыңызға қарай сәндесеңіз болады. Үстіне замороженный клубниканы қойдым, сізде өзіңіздің қалауыңызға қарай кез келген жидекті немесе жемісті қоя аласыз. Астарыңыз дәмді болсын.